Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Екінші жаңа ойын түрі PowerPoint платформасы арқылы жасалынған жаңа альпинист ойын ойнауға болады. Бұл ойынға осылай өзіңіз тапсырманы құрастыра аласыздар. Өзіңіздің пәндеріңізге байланысты мына жерге сұрақтардың түрлерін өзгертулеріңізге болады. Бұл менде 6 сыныпқа арналған тапсырма болғандықтан мен бұны оқушыларға қолдандым. Енді бұл ойынның сұрақтарын кез келген уақытта өзгерте аласыздар. Бұл жерде 2 топ болып құрастыруларыңызға болады. Енді 2 топ болып ойналады. Мына жерде мына батырман бассаңыздар, әр сұраққа жауап берген оқушы бір қадам алға жылжып отырады. Мысалы, мына сұраққа жауап берді ме оқушы, бұл келесі кезеңге екінші сұраққа жауап береді. Ал екінші топтағы оқушылар мынаған жауап берді ме, бұл да келесі кезеңге өтеді. Ал сұрақ жауап бермеген ненің бір балын азайтып жіберсеңіздер болады. Осылай сабақта қолдана аласыздар. Яғни бұған кез келген интерактив тақта арқылы немесе сенсорный тақта арқылы ойнатсаңыздар өте қызықты болады оқушыларға.